Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Қытайдың интернет дүкені Gearbest сайтынан қалай тапсырыс беру керек деген тақырыпқа бейне сабақ түсірмекшімін. Өздеріңіз білесіздер, менің арнамдағы көптеген тауарлар осы Gearbest интернет дүкенінен келеді. Бұл жерден көп болды тапсырыс жасап жүргеніме. Бұл жердегі тауарлар бағасы өте қымбат емес, арасында акциялар болып тұрады, және өзіме тиесілі купондар бар. Сол купондарды пайдаланып көптеген заттар мен үшін арзанға шығады. Сол үшін де осы Gearbest сайтымен жиі пайдаланамын. Бұл Gearbest сайты Қытайдың өте жас, жаңадан дамып келе жатқан интернет магазиндердің бірі. Бүкіл дүниежүзі бойынша тауарларды жеткізумен, сатумен айналысады. Бұлардың басты нарығы Ресей, Европа және оңтүстік Америка елдеріне тауар сатумен айналысады. Бұл Gearbest интернет дүкенінің ағылшынша сайты, басты сайты. Қазір осы сайттың ресми орыс тілді парақшасына кіріп, сол жерде сіздерге регистрация туралы көрсететін боламын. Яғни тіркеліп, алғашқы тапсырысымызды жасайтын боламыз. Ол үшін мінекей жоғарғы оң жақ бұрышында войти регистрация деген батырма бар. Соған басып, регистрация деген жерде электронды адрес және өзіміздің паролімізді ойлап табамыз. Және мына жерде капчаны енгіземіз. Болды. Регистрация осымен бітеді сіздерде. Және де регистрация жасағыларыңыз келмесе, мына жерде Facebook және Google Plus арқылы авторизация өтіп, осы Gearbest қызметін пайдалана берсеңіздер болады. Электронды адрес көрсеткен соң, көрсеткен электронды адрестеріңізге хат келеді. Сол хатта сілтеме болады. Сол сілтемені басу арқылы өздеріңіздің электронды адрестеріңіздің дұрыстығы жайлы подтверждение бересіздер. Егер сол сілтемеге баспасаңыздар, регистрация толыққанды өтпейді сіздерде. Регистрация туралы енді сіздерге түсінікті болар. Қазір мен сіздерге өзім аккаунтымен кіріп, алғашқы тапсырысымызды қалай жасайтынын сіздерге көрсетейін. Өзіміздің логин және құпия сөзімізді енгізген соң, бірден осындай өзіміздің профилімізге кіріп кетеміз. Тапсырыс бермес бұрын изменить профиль деген жерде өздеріңіздің адрестеріңізді енгізіп алған дұрыс. Мына жерде персональная информация дейді, аты жөніңіз және жынысыңыз көрсетілген. Мына жерде пароль өзгертсеңіз болады кейінірек, және адресная книга дейді. Осы жерде өздеріңіздің мекенжайларыңызды енгізетін болсыздар, сол мекенжай бойынша берген тапсырыстарымыз келетін болады. Добавить новый адрес деген батырманы басып, мына жердегі жолдарды толтырамыз. Бұл жердегі мәліметтің барлығы ағылшын әріптермен жазылу керек. Бұл өте маңызды, сондықтан қателесіп кетпеңіздер. Бірінші міне имя деп тұр, бұл жерде атымызды жазамыз. Мысалға, фамилиясы, тегі, email адрес дейді. Және улица в адресе, яғни көшемізді. Бұл жерде енді толық адрес кететін болады. Улица, мысалға, Абай көшесі. 145, квартира 45. Мына жерде мемлекетті көрсететін боламыз. Каз деп бірден тауып аламыз да, Қазақстан таңдаймыз. Мысалға, Қазақстан таңдасақ, мінекей Gearbest'ің базасында Қазақстанның облыстары барлығы бар. Астана, Алматы облысы барлығы бар. Мысалға, Алматы. Егер сіздер басқа бір облыста тұратын болсаңыздар, мысалға, Алматы облысы, город Талғар, мысалға. Және мына жерде өзіміздің ұялы телефонның номерін көрсететін боламыз. Және ең маңыздысы, почтовый индекс дейді, яғни тұрғылықты жер бойынша почта индексін жазамыз. Индексті білу үшін пост KZ сайтына кіріп, поиск отделение деген басамыз, және осы жерде өзіміздің қаламызды таңдап алып, осы тізімнің ішінде өзіміздің тұрғылықты жерге жақын почта бөлімшесін тауып аламыз да, сол жердің индексін қарап, мына жерде енгізетін боламыз. Мысалға, 050022. Подтвердить изменение деп жазамыз, басамыз, сол кезде біздің жаңағы енгізген мәліметіміз базада сақталып қалады. Оны қайтадан көру үшін изменить профиль және адресная книга деген жерге кіреміз. Және осы жерде мінекей көре алатын боламыз. Пәленшет Түгеншеев, Абай көшесі 145-45, Талғар, Алматы облысы 050022 индексін көрсетілген. Қазақстан және ұялы телефонның номері міндетті түрде көрсетілу керек. Өйткені осы тапсырыс келген кезде Қазпочта мамандары сізге ұялы телефонға хабарласады, не болмаса осы номерге SMS жіберетін болады. Енді қазір тапсырыс жасауды бастаймыз. Ол үшін Gearbest сайтының
басты бөліміне өтіп, мына жерде өзімізге мысалға ұнаған тауарды таңдап аламыз. Мысалға тауып алдық дерлік. Мысалға мен қазір мына жұмыртқаны тапсырыс беретін боламын. Сіздерге мысал ретінде осы жұмыртқамызды ашамыз және жұмыртқамыздың парақшасына өтеміз. Бұл жерде мінекей мына жерде AliExpress-тегідей отзывтарын оқуға болады. Мінекей бассақ, сол отзыв туралы парақшаға өтеміз. Осы жерде мінекей әлемнің түкпір-түкпірінен сатып алған пайдаланушылардың жазған отзывтары және сурет, видеоларды да көре аламыз осы жерден. Осы жерде қарап отырып, тауардың сапасы туралы белгілі бір мәлімет алуға болады. Бұл жұмыртқа жаңағы достарымызды розыгрыш жасауға өте жақсы нәрсе. Мысалға бір қолымызға шынайы жұмыртқаны ұстап тұрып, екінші қолымызға осы жалған жұмыртқаны ұстап тұрып, біреуін көзінде шағамыз да, екіншісін бетіне лақтырсақ, өте қызық жағдай болады деп ойлаймын. Сондай розыгрышқа таптырмайтын өте керемет ойыншық. Қайтадан артқа өтеміз де ойыншығымызды сатып алу процесіне кірісеміз. Мінекей бұл страницаның парақшаның төменгі жағында осы жұмыртқа туралы аз кем мәлімет бар. Мінекей мына жерде размерлері көрсетілген. Мына жерде мінекей суреттері басқа да. Енді осы жұмыртқаны сатып алу процесіне кірісеміз. Ол үшін мінекей добавить в корзину деген батырманы басамыз. Ұшып барады да мінекей біздің корзинамызға түсе қалады. Егер де сіз бұл тауарды дәл қазір сатып алатын жағдайыңыз жоқ болса, не болмаса өзіңіз кейін сатып аламын деген ойыңыз болса, онда корзинаға емес, избранныйдың ішіне салу керек. Өйткені корзинада тұрған затымыз 3 күннің ішінде төленбесе, корзинадан автоматты түрде өшіп қалады. Енді тақырыптан ауытқымай төлеу процесіне өту үшін корзинамызға тышқанымызды апарсақ өзі шығады. Яғни осы корзинамызға өтіп, бағасын қараймыз. Бірнеше дана аламын десеңіздер, мына жерде өздеріңіз санын көбейтсеңіздер болады. 4 деп, не болмаса қолмен 10 деп жазсақ та болады. Маған 10 тал жұмыртқа әрине керек емес, бір талда жетеді. Сондықтан қайтадан бірді қоямыз да сатып алу процесін жалғастырамыз. Негізі мына жерде промоушн код дейді, яғни промокодтарды қолдансақ болады. Бұл промокодтар Gearbestке арналған промокодтар интернетте өте көп. Осы поисковикке промокод Gearbest деп жазатын болсақ, неше түрлі промокодтар шығып жатады. Мысалға купон. Gearbestке арналған купон. Скидка 7% на любые мобильные телефоны на Gearbest дейді. Яғни осы промокодты пайдаланып, мына жерде көшіріп аламыз да, кез келген Gearbestтегі ұялы телефонға 7% жеңілдік алсақ болады. Осылай интернеттен табылған промокодтарды осы жерде пайдаланып, бағасын төмендетсек болады. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай, скидка жасалып жатқан тауарларға бұл промокод жүрмейді, керісінше бағасын көтеріп жібереді. Бізге қазір 59 центке бағаланып тұр мына тауар. Менде қазір дәл осы тауарға пайдаланатын промокод жоқ болғандықтан сіздерге көрсете алмаймын. Енді осы тауарымызды таңдаймыз да төлеу процесіне көшеміз. Ол үшін Proceed to Checkout деген батырмаға басамыз. Сол кезде бізді төлеу парақшасына өткізеді. Төменде жеткізілу жолы Unregistered Airmail дейді. Доставка 2 центке бағаланып тұр. Бұл жерде трек номер болмайды, яғни тауарымыздың қай жерде келе жатқанын бақылай алмаймыз. Егер де тауарыңыздың қай жерде келе жатқанын бақылағыңыз келсе, Registered Airmail деген таңдаймыз да, осы жерде Нидерланды почтасы, не болмаса UAE почтасы арқылы почтасын таңдап, осы жерде трек номер сатып аламыз. Нидерланд почтасын таңдайтын болсақ, бағасы $1.92 тұрады. Яғни осы тауарымыздың үстіне $1.92 қосу арқылы трек номер ала аламыз. Бірақ маған трек номер қажеті жоқ. Әйтеуір бір келген кезде SMS келеді, сол арқылы білетін боламын. Unregistered деген пунктті таңдаймын да, төлеу процесіне көшемін. Мына жерде өзіміздің Gearbestте жиналған поинттарымыз болса, сол поинттарымызды пайдалансақ болады. Маған қазір ұсынып тұр 8 поинт пайдалануға. 8 поинтымыз бізде 16 цент тұрады. Яғни егер мен 8 поинтымызды пайдаланатын болсам, 16 цент алып тастайды. Сонда жалпы бағасы 45 цент болады. Бірақ қазір мен поинт пайдаланғым келіп тұрған жоқ дәл осы тауарға. Сондықтан поинтты өшіріп тастаймын да төлеуге кірісемін. Мына жерде Gearbest Wallet дейді, яғни Gearbest'ің өзінің кошелегі бар. Ол кошелекте менде қазір $16 жатыр. Мен осы $16 төлесем де болады, бірақ қазір мен сіздерге төлеу процесін көрсету үшін
PayPal қызметін таңдайтын боламын. Егер де сіздерде карточка болмаса, PayPal болмаса, WebMoney не болмаса Kiwi кошелек арқылы төлеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Мен енді өзімде PayPal болғандықтан PayPal қызметін пайдаланамын, және сіздерге де кеңес беремін осы PayPalды пайдалануға. Енді мінекей төлеу процесін өтеміз. Осы батырманы басқан соң мені PayPal парақшасына аударады. PayPal парақшасына аударған соң жалпы сумманы көрсетіп тұр маған. Оның ішінде қаншасы жаңағы тауардың ақшасы, қаншасы жеткізудің ақшасы барлығы осы жерде көрсетілген. 60%. Бұл жерде өзіміздің PayPal'дағы аккаунтымызды енгіземіз. Және ең маңызды сәт, PayPal'мен төлеген кезде, егер сіздің карточкаңыз теңгелік карточка болса, мына төлейтін кезде мынандай жазу шығатын болса, яғни 1 теңгеңіз осындай центке тең болады деген, онда конвертация әдісін өзгерту керек. Ол үшін осы жазуға басамыз да, conversion rate options дейді. Осыған басамыз, осы жерде екінші пунктті таңдаймыз. Сол кезде мына жердегі жаңағы цифрларымыз жоғалып кетеді. Содан кейін continue деген басамыз. Ол жаңағы біздің таңдаған пунктіміз. Екіншісі ол конвертация банк курсымен өтеді деген сөз. Егер бірінші пунктті таңдайтын болсақ, ол конвертация PayPal курсымен өтеді деген сөз. Ол PayPal курсы банк курсынан әлде қайда жоғары болады. Осыны есте сақтаңыздар. Төлеп біткен соң, жерде бізде осындай хабарлама шығады. Орысшасы. Ваш заказ был успешно отправлен. Заказдың номерін берді, яғни біз заказды ақшасын төледік деген сөз. Мой аккаунт, мои заказы дегенге басамыз. Мои заказы деп шықты. Вариант оплаты PayPal. Достар, Gearbest сайтынан осылай тапсырыс берсек болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Сенімді дүкен деп айтуға болады. Егер де тауарларыңыз келмей қалған жағдай болса, онлайн чат дейді, не болмаса отправить запрос деген бар. Осы жерде жазу арқылы осы Gearbest магазиннің мамандарымен сөйлесіп, ақшаңызды қайтарып алсаңыз болады. Егер де бір қиындықтар туындап жатса, PayPal системасы арқылы ақшаңызды 100% кері қайтарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан өздеріңізге ұнаған заттар болып жатса, көңілдеріңізден шығып жатса бағасы, еш қысылмай, қорықпай тапсырыс бере берсеңіздер болады. Ешқандай алдамайды. Репутациясы қазір жоғары магазиндердің, дүкендердің бірі деп айтуға болады. Мен бұл магазинді өтірік мақтап жатқан жоқпын. Осы уақытқа дейін өздеріңіз білесіздер, көптеген тауар алдым, ешқандай проблема болған емес. Мінекей достар, әзірге осы. Тағы да сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийге, не болмаса ВКонтакте желісіндегі тобымызға қосылып, сол жерде қойсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналымызға жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.